Бәйтерек ауданы Январцев ауылындағы осы үйде кеше 1991 жылғы жігітті рөмкелесі басынан балғамен ұрып өлтірген. Оқиға туралы бүкіл ауыл лезде естіген. Осы үйдің көршісі Светлана Укасова оқиға туралы айтып берді. Себебі дәл осы үйде былтыр қараша айында Светлананың күйеуі Михаилды өлтіріп, өзен жағасына лақтырып тастаған. Дәл осы ауылда, дәл осы үйде былтыр бір кісі, биыл екінші кісі өліп отыр. Бір жыл бұрын осы үйде менің күйеуім Михаил Крайнованы өлтіріп кетті. Біз үкімге риза емеспіз. Біз сотта да айттық. Енді міне араға жыл салып тағы қайталанып отыр. Дәл осы үйде тағы да кісі өлімі. Мен ол жігітті сырттай ғана білем. Ол біздің ауылдың адамы емес, бірақ ауылда тұрады. Бұл үйде үнемі ішетіндер жиналады, ішеді. Көзі нашар көретін үлкен кісі жалғыз өзі тұрады. Бұл үйде жалғыз басты 1961 жылғы ер адам тұрады екен. Біз терезені қағып көрдік, үйде ешкім жоқ. Ауыл адамдары үйдің иесін полиция алып кетті десе. Біз ауыл әкіміне де бас сұқтық. Кеше қайтыс болған Құттыбаев Нұрлан ауылда бір жылдан бері тұрады екен. Оқиға болған бойда әкім сол үйге барған, бірақ жас жігіттің денесін ғана көрген. Ауыл әкімі Абылай Жұмағалиев жалпы ауылда 1200-ден астам адам тұрады, 800-ден астам үй бар. Ауыл тыныш еді. Тек осы соңғы жылдардағы оқиғалар біраз сын болып тұр дейді. Болған оқиғаға қатысты полиция департаменті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 тармағына сәйкес қылмыстық іс ашылып, тергеу басталды деп мәлімдеді.